Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім. Бүгін оразада істеуге болмайтын нәрселер туралы айтатын боламыз. Жалпақ тілінде айтқанда сұрақ-жауап. Сол үшін видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Біріншісі, оразада сәресіне ұйықтап қалған адам не істейді? Рамазан айында сәресіне тұрмаған кісі сол күнгі оразасын етіп, ештеңе жеместен ауыз бекітеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашура күні жаршыға былай жария етуді бұйырды. Кім бір нәрсе жеп қойған болса, аузын күннің соңына дейін берік етіп тәмамдасын. Ал ештеме жемеген адам сол күйінше жемесін, ораза ұстасын. Бұл хадистен түсінетініміз, ораза кезінде сәресіге тұрмай таң атырған кісі де сол күнгі оразасын ұстайды. Екіншісі, сәресі уақытын күн шығысымен тоқтату керек пе? Сәресін аяқталу уақытын күннің шығуымен емес, таң намазының кіруімен есептеледі. Ендеше аймағыңызға кесте бойынша таң намазы кіргенде дейін ауыз бекітіп үлгеруіңіз керек. Яғни таң намазының уақыты кірісімен ішіп жеуді тоқтату керек. Құран кәрімде ауыз бекіту уақыты жайында былай делінген: таңға дейін, яғни қара жіп ақ жіптен айырылғанға дейін ішіңдер, жеңдер. Содан соң оразаны кешке дейін толық орындаңдар. Бұл аяттағы қара жіп түнді, ал ақ жіп таңды білдіреді. Яғни қараңғылық кетіп, таң анықтала бастағанда уақытты ішіп жеуді тоқтату керек деген сөз. Сондай-ақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кезінде сәресі уақытында екі азан айтылатын. Бір сахаба Билалдың азаны, екіншісі сахаба Умму Мактумның азаны. Сонда бірінші азан ол сәресін тоқтату кезеңі, екінші азан ол таң намазының азаны. Үшінші сұрақ: науқас адам оразада не істейді? Алла тағала құлына тек күші жететін нәрсеге ғана міндеттейді. Өйткені ұлы жаратушы еміз, бізге ауырлық емес, жеңілдік қалайды. Сондықтан Алла ауырған адамға ораза тұтпауына рұқсат берген. Бұл жайында Құранда былай делінген: Рамазан айы туғанын көрсеңдер, ауыздарыңды бекітіңдер. Алде кім сырқаттанса немесе жолға шықса, аузын ашуына рұқсат. Басқа күндері қаза етсін. Алла сендерді ауырлық емес, жеңілдік тілейді. Тағы бір аятта: өз-өздеріне қауіп қатерге итермелемеңдер. Осы және басқа аяттарды негізге ала отырып, ғалымдар науқас кісінің ораза тұтпауы кейде уәжіп, кейде мубах рұқсат болады. Егер науқас кісінің ораза ұстауы өлімге алып келер болса, бұл адамның ораза ұстамауы уәжіп, міндет. Ал егер ауыз бекіту сырқатынан артыра болса, немесе жазылуын баяулатар болса, бұл жағдайда ораза ұстамауына рұқсат. Ендеше ораза ұстай алмайтындай сырқат болсаңыз, сізге ораза ұстау парыз емес. Бірақ науқасыңыздан айығып, ауыз бекітуге шамаңыз келген кезде тұтпаған күндеріңізді қаза етіп өтейсіз. Бұл кәфарат, арасы үзілмей ұсталатын өтіміне жатпайындықтан бөліп тұтсаңыз болады. Ал бұған да денсаулығыңыз жарамаса, онда оразаның әр күніне пидия төлейсіз. Пидия төлеуге де шамаңыз жетпесе, Алла мейірімді, кешірімді, пендеге күші жетпейтін нәрсені міндеттемейді. Төртіншісі, Рамазан айында төсек қатынысына түсуге бола ма? Рамазан айында тек күндізгі ғана, яғни ауыз берік кезінде төсек қатынысына түсуге рұқсат жоқ. Кешке ауызашар уақытынан кейін төсек қатынысына түсуге рұқсат. Бұның оразаға тиетін кесірі жоқ. Бұл жайында жаратушы иеміз Алла тағала былай дейді: сендерде оразаның кешінде әйелдерінің жақындасуы рұқсат етілді. Өйткені бір-біріңді қорғауда олар сендерге киім, сендер де оларға киім. Ауыз берік бола тұра күндіз бұл әрекетке әдейі барған жандар Рамазаннан кейін 60 күн үзбей кәфарат қазасын өтеуі тиіс. Бесіншісі, сілекей не түкірік жұтса ораза бұзыла ма? Ауыз берік кісі аузындағы сілекей не түкірігін жұтса және жұтынса ораза бұзылмайды. Адам сіңгірген ішке тартып жұтса да ораза бұзылмайды.
Алтыншысы, Рамазанда беттен сүйсе ораза бұзыла ма? Ауыз берік кісінің бетінен сүю оразаны бұзбайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауызы берік бола тұра әйелдерінің сүйетіндегі Айша анамыздың жеткен. Бұл жерде ескере кететін жағдай, егер әйелін сүйгенде шәует бөлініп кетпейтініне және жынысы қатысына түсіп қоймайтынына сенімді болса, онда сүйуіне рұқсат. Ал оған сенімсіз болса, онда оған макрух.